Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге мен Тоғжан. Бүгін біз сіздермен құймақ, яғни белгіні жасайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды жарып аламыз. Үстіне жарты қасық тұз салып, 2 қасық қант саламыз. Үстіне сұйық май қосамыз. Бәрін араластырып болғаннан кейін сүтімізді қосамыз. Сүтіміз міндетті түрде жылы болу қажет. Ұнымызды елеуіштен өткізіп қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Бізде осындай сұйықтық шығуы керек. Құймағымызды құймақ құйып пісіретін табада пісіреміз. Міне біздің құймағымыз дайын болды. Өте жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Міндетті түрде пікір қалдырып, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.